Қайырлы күн. Бүгін біз Наполеон тортын жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Граммдарын видеоның астына жазып кететін боламын. Ұнымызды міндетті түрден електен өткіземіз. Соның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Осылай салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқамызды салып, содан кейін барып бөлме температурасындағы жылып тұрған үстімізді құямыз. Содан кейін барлығын араластырып, біз жұмсақ қамыр илейміз. Осындай қылып жұмсақ қылып иледім. Осындай қылып дөңгелектеп, мен осыны бөліктерге бөлемін. 11 или 12 бөліктерге бөлсеңіздер болады, өздеріңіз қалауыңыз бойынша. Осылардың бәрін дөңгелектеп қойдым. Енді мен осының бәрін жаятын боламын. Осыны жұқалап жайдым, содан кейін противеньге салып, вилкамен осылай тесіп шығамыз. Осыны мен 200 градуста 5-8 минут аралығында пісіріп алдым. Міне осылай пісіп шықты. Пісіп шыққандарын мен бір формаға келтіріп, дөңгелектеп кесіп алдым. Осылай кесіп аласыздар. Енді мен кремін дайындаймын. Ол үшін бізге 20% қаймақ керек, сгущенка керек. Осы екеуін жақсылап араластырып, үстіне қант салсаңыздар да болады. Осылай екеуін жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аласыздар. Содан кейін барып, жаңағы пісіп шыққан корждарымыздың үстіне жағып шығамыз. Міне осылай жағып шығасыздар. Екінші қабатына салып жағып жатырмын уже. Барлық қабатына осылай жағасыздар. Міне дайын болды. Енді біз манағы кесіп алған қалған бөліктерін осындай уақтап езіп, осындай бетіне жан-жағына салатын боламыз. Өте жұмсақ болып шықты.
Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай. Тез дайын болатын біздің Наполеон тортымыз осымен дайын болды. Осыны мен 1 сағаттай холодильникке салып қойдым. Жұмсақ болып, сіңіп, крем сіңіп, жақсы болып шығады. Егер менің каналым ұнаса, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Күнделікті менде рецепттер шығып тұрады. Міне осындай жұмсақ болып шықты. 1 сағат көлемінде тұрды. Крем сіңіп,